Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді бір жасағанда шығатын пицца жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан жылы суымызды құйып, қантымызды, тұзымызды және де ашытқымызды, сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап бір араластырып алып, сетадан өткізіп алдын ала дайындап қойған ұнымызды қоса отырып ақырындап жұмсақ қамыр илейміз. Бұл міндетті түрде сетадан өткізіп алдын ала дайындап қойыңыздар. Суымызға керегінше 1 стакан суымызға қанша ұн қажет етеді, соншасын ақырындап қосамыз. Бірақ өте құрғақ қатты илеудің қажеті жоқ, жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Осындай жұмсақ қамыр болу керек. Ыдысымыздың қақпағын жауып немесе бетін салапамен жауып 25 минутқа ашытып қоямыз. Ұнымызды жылы жерге қойыңыздар. Өз қалауларыңыз бойынша пиццаның тестасының қалың болуын қаласаңыздар, онда үлкен бір пицца қылыңыздар. Ал жұқа болуын қаласаңыздар, онда 2 пицца қылып жайсаңыздар да болады. Маған осылай жұқа болған ұнайды, сондықтан 2-ге бөлдім. 1 қасық кетчуп және 1 қасық майонезімізді қойып, екеуін жақсылап араластырып, салмасын саламыз. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша. Мен помидор, колбаса және сырмен жасадым. Дайын болған пиццамызды қызып тұрған пешімізге 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Ол пештеріңізге байланысты, менде 15 минутта піседі. Жұмсақ пиццамыз дайын болды. Маған осылай қызартыңқырап пісірген ұнайды, сондықтан да осылай қызартыңқырап алдым. Ал сіздер бұлай қатты қызартпасаңыздар да болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте тамаша шығады. Менің арнама